Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде сүтті қыз тортын дайындаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен торттың формасын дайындап аламыз. Пергамент қағазға осындай 26 диаметрлі формамызды алып, осылай домалақтап сызып аламыз. Тортымызға 7 штук коржик керек, сол себепті осылай домалақтап сызып, кесіп дайындап аламыз. Коржымыз жақсы көтерілу үшін ең алдымен 400 грамм ұнды ситадан өткізіп, осылай ыдысымызға салып дайындап аламыз. Және де 20 грамм қопсытқышымызды да қосуды ұмытпаймыз. Осылайша жақсылап араластырып алып, келесі ыдысымызға сұйықтығын дайындап аламыз. Азы ыдысымызға 700 грамм сгущенкамызды құямыз. Міндетті түрде сгущенкамыз қою болу керек. Тортымыз жақсы көтерілу үшін, әрі дәмді болу үшін. Сгущенкамызға 4 штук жұмыртқамызды қосып, миксермен жақсылап бір келкі қылып араластырып аламыз. Жаңағы дайындаған ұнымызды алып, осылайша ыдысымызға салып аламыз. Енді барлығын миксерлейміз. Жан-жағы шашырамас үшін ең алдымен осылай өзіміз қолымызбен араластырып аламыз. Содан кейін миксермен бір қалыпты қылып осылай араластырып аламыз. Мінекей коржығымыз дайын. Коржығымыз дайын кезде пешімізді қосып, осылайша пешімізде вентиляция болса, осылай вентиляцияға қоямыз, чтоб тортымыз күйіп кетпес үшін. Содан кейін 180 градусқа осылай дайындап аламыз. Пешімізді қыздырып аламыз. Осылайша пергамент қағазымызды алып, сұйықтығымызды дөңгелектен асырмай дұрыстап жағып шығамыз. Осылайша коржығымызды алып, 180 градуста шамамен 4-5 минутта коржығымызды пісіріп шығамыз. 4-5 минуттан кейін осылайша коржығымыз сарғайғаннан кейін зубочисткамен осылай тексеріп аламыз. Коржығымыз дайын. Коржығымызды толығымен суытып аламыз. Мінекей енді кремімізді дайындаймыз. 33% сливкімізді салқын күйде құямыз. Қант ұнтағын ситадан өткізіп, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 74% сүзбелі ірімшігімізді алып, осылайша салып, өлшеп, жақсылап бір келкі қылып араластырып аламыз. Мінекей біздің креміміз дайын, осылайша өз формасын ұстап тұру керек. Міне корждарымыз толығымен суыды, енді пергаменттен жаймендеп аламыз.
Енді міне тортымыз түзу әрі дұрыс шығу үшін қоржығымызды осылайша кольцомен жан-жағын алып тастаймыз. Мінекей, енді тортымызды жинаймыз. Тортымыз сырғып кетпес үшін осылайша крем жағамыз, сосын қоржығымызды үстіне қоямыз. Тортымыз өз формасын сақтау үшін маған осы кольцомен жинаған ұнайды. Осылайша қоржығымыздың үстіне кремімізді жағып, бір-екі қылып жинаймыз. Мінекей, енді тортымызды жинадық. Тортымыз кремімізге жақсы сіңу үшін тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Кольцомызды ақырындап осылай алып тастаймыз. Тортымыздың жан-жағына крем жағып, осылайша түзеп шығамыз. Кремімізді жағып болғаннан кейін осылайша асықпай тортымызды торт салғышқа саламыз. Ендігі кезең тортымызды безендіреміз. Ол үшін шоколадты осылай ыстық суға ертіп аламыз. Менің балаларым шоколадты қатты жақсы көргендіктен осылайша тортымыздың жан-жағын шоколадпен безендіріп шығамыз. Осылайша өздеріңізге ұнайтын шоколадтарды алып, кесіп, осылай тортымызды безендіруге болады. Мінекей, тортымыз дайын. Осы рецепт арқылы торттарыңызды дайындап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын. Соңында маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.